сабақты бастамас бұрын әрқайсымызға жақсы көңіл сыйлау үшін өз есімдеріміздің құпиясымен есімдеріміздің ерекшелігін бөлісеміз. Бірінші Ерасымдан бастайық. Ержүрек. Менің атым Ерасым. Менің атым Ерасым. Ержүрек. Менің атым Нұрсұлтан. Мен намысшыл. Жақсы. Менің атым Нұрислам, намыстымын. Менің атым Мансұр, мықтымын. Менің атым Нұржан, намысшылмын. Менің атым Мағжан, мейірімдімін. Менің атым Кәусар, мен кейіпкерлімін. Менің атым Әдем, мен әдептімін. Менің атым Мерей, мен мейірімдімін. Менің атым Аяла, мен ақтымын. Менің атым Медина, мен биіктемін. Жақсы. Менің атым Аян, мен Альбандымын. Олай болатын болса біз сабағымызда осындай жақсы көңіл-күймен өз-өзімізге қошемет жасап қоямыз. Ал сабағымызды бастаймыз. Отыра беріп болғандарына сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші үй тапсырмасын сұрайық. Бізде үй тапсырмасында қандай тапсырма беріледі? Бердірек соқпақпайық. Атамыздың несі? Менің атым Қожа. Жақсы, олай болатын болса, серпілген сауал әдісі бойынша мынандай сұрақтарға жауап берейік. Бізде екі топ тұр. Топ бойынша кім қалай жауап беретінін білеміз, қамшыны көтеріп қарап жауап береміз. Бірінші сұрақ. Біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу сабақ үстінде сыбырлап сыпсыңдағыш кім ол? Кім еді? Ал қараса, кім еді? Кім? Ол Жантас. Өте жақсы. Солай ма балалар? Келсеңіз ба? Жақсы. Келесі. Мен оқулық емес, қант аламын. Сізден не шаруамыз бар? Қоя беріңіз. Бұл кімнің сөзі? Қожаның сөзі екен, жақсы балалар. Келесі. Біз екеуміз таныс шығармыз деймін. Байқанованың сөзі. Байқанова қай кезде айтады? Мектепте. Жақсы. Енді мынау кімнің сөзі? Сен оқуды тастасаң, маған ілесіп тастады деп екеумізді бірдей қудалап бәле қылады. Оқи бер, оқудың түбіне сен-ақ жет. Мүмкін дардай бастықтың бірі болып шығасың. Сонда маған шапағатың тиер. Бұл кімнің сөзі? Дұрыс айтасың. Бұл Сұлтанның сөзі екен. Міне көрдіңдер ме балалар? Яғни бүгінгі үй тапсырма үшін мен мынандай сондай жақсы сұрақтарға жауап берген үшін өте жақсы менің Кәусарды, мейірімді және Нұрислам және Мансұрды. Жақсы көрдіңдер ме? Бұл жердегі бағаларда қараңыз. Жасында қандай тұрған жерде? Ең соңында. Яғни 8-9-дан қанша тұр? 5 өте жақсы деген баға. Яғни бұл үй тапсырмасы екен. Ал жақсы балалар, енді үй тапсырмасын жақсы орындап келіпсіңдер. Бірінші үй тапсырмасы біткеннен кейін енді біз топқа бөлініп алайық. Топта біз екі көптеген кейіпкерлерді білеміз. Қандай кейіпкерлер? Сұлтан. Қожа. Жақсы, Қожа. Жанар. Жақсы, тағы. Жанар. Жантас. Милар. Тағы кімдер? Ахмет. Сұлтан. Міне көптеген кейіпкерлер бар. Мен осы кейіпкерлердің ішінде ең маңызды Қожа менен Жанарды алдым. Олай болатын болса, мына топты аламыз да қазір тез-тез екі топқа бөлініп алайық. Бірінші топ бізде Қожа тобы болады, екінші топ Жанар тобы болады. Сәл отыра қойыңыз. Арамызда отыра береміз. Тез. Міне көрдіңдер ме? Мынау Қожа тобы. Алсаңыз тез. Мынау Жанар тобы. Ал қазір. Кәр. Яғни бөлінді бізде Қожа тобы және Жанар тобы.
Міне, бұл қожа тобы, екіншісі жанар тобы. Жақсы. Олай болатын болса, бүгінгі біздің өтетін сабағымыз менің атым қожа повесі. Енді біздің оқу мақсатымыз бүгінгі әдеби шығарманың тақырыбы мен мазмұнын және идеясын анықтау. Біздегі бүгінгі сабақтағы бағалау критериялары әдеби шығарманың тақырыбын анықтайды, шығарманың идеясын анықтаймыз және дәлелді пікірлер айтады. Олай болатын болса, біз ең бірінші мына бейнебаянға көңіл бөлейік балалар. Болғаннан үйі? Жұмағымды көт. Жасай берсін жұмағы. Не жұмыс дейді? Қой бағар. Қойлар көбейе берсін. Шешем үйде ме? Үйде жоқ, фермаға кетті. Солай де. Үйде қымыз бар шығар, ә? Сенің атың кім? Дәулет. Жақсы ат екен. Әдемі. Менің атым Дәулет. Мұндай аты жақсы адам бәс өтірік айтпайды. Қымыз бар ғой, ә? Бар. Тамаша. Үйге кірейік, қожайын. Қожа, жүр. Есті ренжіп жүрмесін? Жүр. Мен үлкен емеспіз ғой. Бәрекелді, сен өзің жомарт екенсің. Бен ниетің ризамыз. Міне, мынаған кәмпит алып жей ғой. Бұл ақшаға ине сатып алуға бола ма? Материк ине таусылып қалды деп. Бұл ақшаға мыңдай неге сатып алуға болады. Үлкен қазан шешеңе су жамауға ма? Әкеңе ұмытып келеді. Ет жейтіндер ме? Әкеле бер, бәрін әкеле. Қожекем, көрші-көршілікте мағасын болдық. Тағы ақша бересің бе? Не? Тағы ақша бересің бе? Ой, сөз бекер. Ақшаны төбемнен жаңбырша жауғызамын. Ал балалар қараңдар. Мына жерде қандай оқиға болды? Бұл қай әңгімеден алынған? Ол жерде сұлтан мен қожа екеуі жайлауға кетіп бара жатыр. Дұрыс айтасың, жайлауға кетіп бара жатыр, иә? Сол жерді бейнеленген, иә? Баланың аты кім еді? Дәулет. Осы жерде сұлтанға қожама қандай ақымақтық жасады? Қымызын ішіп, терісін алып кетті. Иә, терісін не істейді? Ұрмақ кетеді. Міне, бұл жақсы рахмет отырған. Бұл ең бірінші қожаның емес, сұлтанның қожаға жаққан жаласы болып есептелінеді екен. Жақсы, олай болатын болса, біз ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Енді біз мына суретке көңіл бөлейік. Алтын микрофон әдісі бойынша мына суреттердегі кімді көріп тұрсыңдар бірінші? Қай топтастайыз? Қожа тобын көріп кімді көріп тұрсыңдар? Қожаның анасын. Иә, қожаның анасы. Атыңыз? Милатжан. Милатжан, өте жақсы, бірінші суретте. Және жанында кім тұр? Қожа. Апасы тұр, иә, қожаның. Жақсы. Келесі. Мен ол суретте қожаны көріп тұрмын. Қожаның өзі. Қожа не істеп отыр? Ол өзін тәрбиеге салып отыр. Өте жақсы, жарайсың. Келесіде кімді көріп отырмыз? Келесінде қожа және Майдана апай тұр. Бұл қай жерде ойлайсың? Бұл жерде қожа мектепте келгенбіз. Иә, өте жақсы. Яғни мектепте келді да, оның алдында танысты ма бұл?
Майханова танысып алды. Қай жерде танысты? Иә, бес суретте кімді көріпті? Мен бұл суретте қожаны көріп тұрмын. Ол айнаға қарап өз-өзін тәрбиелеп жатыр. Өз-өзін тәрбиелеп, жарайсың, жақсы. Ал соңғы суретте кімді көріпті? Ал жақсы. Соңғы суретте Жантас пен Жанар және қожа бар. Бұл қай жерден алынған сурет деп ойлайсың? Мектептен Мектептен. Не істейді осы жерде қожа? Жантасқа сиятады. Иә, жанында дұрыс айтасың, жарайсың. Жантасқа сиятады, сол кезде Жантас, мен сені кімге айтамын дейді? Айтамын деп арған жер. Міне сонда көрдіңдер ме? Енді қараңдар. Бұл кейіпкер туралы біз не білеміз жалпы осы кейіпкерлер туралы? Милатжан, қожа, Майханова, Жантас, Жанар, осы кейіпкерлер туралы біз қазір не білеміз? Кім бұл? Бұлар кімдер? Не қандай әңгіменің кейіпкерлері? Менің атым Қожа повесінің ең негізгі басты кейіпкерлері болып саналады. Енді бұл шығарманың авторы кім болды? Бердібек Соқпақбай. Олай болатын болса біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Оның алдында қараңдар. Менің атым Қожа деген повестке байланысты Астана қаласында былтыр балалар жылы болды, 22-ші жыл балалар жылы. Осыған байланысты, міне қараңдар, осы балалар жылына байланысты менің атым Қожаға деген 1 маусым 2022 жылы Астана қаласында менің атым Қожаға ескерткіш қойылды. Қараңыз балалар, ескерткіште не істеп отыр Қожа? Айнаға қарап не істеп отыр? Өз-өзін тәрбиелеп отыр. Бұл суреттен, бұл ескерткіштен шығатын мағына адам әр кезде өз-өзін тәрбиелеу керек, өле-өлгенше өзіне білім алуды ешқашанда тоқтатпау керек дейді. Ал енді мына соңғы суретте тұрған мына жерде, мынау Қожа болса, осы Қожаның балалық шағында ойнаған кинодағы актер ақылы. Көрдіңдер ме? Қараңыз, ұқсай ма екеуі? Қатты ұқсайды екен. Қараңыз, тек қана мына кісі қазір 72 жасқа келді. Мынау Қожаның балалық шағындағы ойнаған кейіпкердің өзінің кәдімгі. Сонда осыған байланысты менің атым Қожа кинофильмі балалардың жүрегінде, үлкендердің орын алғаннан кейін осы өнердің құрметіне Астана қаласында 2022 жылы 1 маусымда осындай ескерткіш ашылады. Жақсы, жаңа олай болатын болса енді қарайды. Бұл кісі кім? Бұл қай повестің авторы? Олай болатын болса, қазір біз кластер әдісі бойынша әркім осы Бердібек Соқпақбаев туралы не білеміз? Осыны жазамыз. Қандай шығармалардың авторы, қандай шығармаларын білесіңдер? Тез-тез жазып, әр топтан бір оқушы шығып қорғаймыз. Көмектесіп отырыңыз, көмектесің. Кім жазды? Жазды. Не қандай мәліметтер өзіне сол мәліметтер отырды. Міне Жанар тоғыз кірісіп кетті. Жақсы. Яғни Жанар тобы дайын ма? Кім шығады? Мансұр, сен шығадың ба? Ал кластер әдісі бойынша Мансұр қазір Бердібек Соқпақбаев туралы мәлімет айтады. Ал тыңдай. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы Алматы облысында дүниеге келген. Оның шығармалары "Қайдасың қауқар, өлгендер қайтып келмейді" деген шығармалары бар. Олардың ең танымалы "Менің
Жақсы, осының ішіндегі ең танымалы менің атым. Ой, жарайсың, жақсы. Келесі топ дайынсыңдар ма? Дайынсыңдар ма? Кім шығады? 1, 2, 3. Жақсы, кім шығады? Кім шығады? Ал жақсы, мүртілер керек. Бердібек Соқырбаев 1924 жыл дүниеге келіп, қай жыл дүниеден озған? 1991 Жақсы, 91 жылы. дүниеден озған. Оның менің атым Қожа деген повестері бар. Туған жері Алматы облысы Райымбек ауданы Қостөбе ауылында туған. Жақсы, Қостөбе ауылында туған. Ең қазіргі атақты қандай болды? Менің атым Қожа. Жақсы, жарайды. Көрдіңдер ме балалар отырып? Жарайсың. Міне, яғни Бердібек Соқпақбаев аталары 1924 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген екен. Оның көптеген шығармалары бар. Бірақ соның ішінде балаларға арналған қандай шығармасы екен қазіргі менің атым Қожа екен. Жақсы. Бүгінгі қазіргі кластер әдісіндегі өте жақсы жауап берген үшін мен мына Қожа тобындағы Нұртілеуге және Жанар тобындағы Мансұрға өте жақсы деген баға берген. Жарайды. Бұның бәрін есептейміз. Қарап отырамыз 8-ден 9 балға дейін жоғары бал, 6-тан 7 4, 4-тен 5-ке дейін қанағаттанады. Ал қазіргі оқушылардың алған балдарында қандай екен? Өте жақсы деген жауап. Жақсы. Бұдан біз кластер әдісі бойынша Бердібек Соқпақбаев балаларының барлық өмірбаянының өздеріне тиісті шығармаларын өтті. Келесі ара шағу әдісін көреді. Ара шағу әдісінде арнайы өздеріне берілген сұрақ болады. Әр топтан оқушы шығарыңыз. Яғни араның қай жағында шағатын жері? Қай жағында ол? Мына жағында болады. Сондықтан бірінші қазір қай топтан бастайық? Қожаның тобынан бастайық. Бірінші сұрақ қоятындар. Кел. Келесі. Нұржан кел. Нұржан мынаны былай істейміз. Яғни осы қазір сұрақ қойғанда мына ара былай қарайды, жылжиды. Егер сен сұрағыңа дейін жауап бермесең, ара келіп сені шағады да, сенің сұрағыңа дұрыс жауап бермей қаласың. Жақсы, сондықтан бірінші сұрақты бірінші сұрақты әдемі қояды екен. Ал кеттік әдемі. Бұдан аштық. Қандай сұрақ қоямыз? Жақсы, Қожа қандай бала? Қожа қу бала ма? Жарайды. Екіншісі ара шағында дұрыс жауап бермей қалды. Ал кет, екінші сұрақ. Менің атым Қожа. Қожаны кім ойлап тапқан? Менің атым Қожа, повестің авторы кім? Кім келе жатыр? Бердібек Соқпақбаев. Соқпақбаев, жақсы. Екі сұраққа жауап берді. Үшінші сұрақты көрейік. Қожа кімді жақсы көрді? Қожа кімді жақсы көрді? Өте жақсы, Жанар жауап берді. Яғни үш сауалдың екеуіне жауап берді. Жақсы отыра ғой. Келесі. Шамыз. Қожа тобынан. Отыра. Жақсы. Жарайсың. Ал, жақсы. Қазір Нұртілеу сұрақ қояды екен. Нұрислам сұраққа жауап берді. Ал кет. Шаш алатын адамның атын кім келе жатыр ара шағатын ол? Келе жатыр. Яғни кім? Дұрыс емес, жауап. Жарайды, келесі сұрақ. Қожаның класс жетекшісінің аты кім? Айқан Бапы. Өте жақсы, яғни екінші сұраққа жауап берді. Үшінші. Қожа қандай бала? Қожа еріншек бұзық. Бұзық болады, не? Жақсы, енді сен керісінше бір екі сұрақ қояды. Қожаның мамасының аты кім?
Meylemchan. Öte yaxshi jaraysiz. Kelsa. Canaz qanday bala bo'ldi? Yerim maqtanchoq bola. Öte yaxshi jaraysiz. Aha. Xo'ja qanday bala bo'lib edi? Xo'ja Erinchek bo'ladi deya yaxshi jaraysiz. Xo'ja тобындағы 2 шыққан 4 оқушыда өте жақсы сұрақтарға жақсы, жауаптарда өте жақсы болды. Келесі Жанар тобында кім жан? Мансұрға сұрақ қойыңыз, е? Ал жақсы. Қазір Мансұрға сұрақ қойыңыз. Sınıf geçti. Майхан Рахым, Қожаның ісін жүрді, өте жақсы. Келесі. Кім? Sen oyasın, ben koydum. Ana kocanın sınıftası және de жақсы көрдім. Жақсы, жарайсың. Келесі. Қожаның арманы қандай болды? Жазушы болу болды. Өте жақсы. Қожаның арманы жазушы болды. Ал енді жақсы Мансұр көреді. Қожа кім? Қожа, менің атым Қожа, фильмнің басты кейіпкері. Өте жақсы, жарайсың. Менің атым Қожа фильмінің авторы кім? Бердібек Соқпақбаев. Жақсы, Бердібек Соқпақбаев. Соңғы сұрағыңыз? Қожаның апасының аты кім? Дулатжан. Жақсы. Яғни Дулатжан. Жарайсың, Мансұрда тоқтайды өте жақсы. Келесі. Мағжан менен кім? Ерасыл. Мағжан мырза сұрақ қояды, Ерасыл жауап береді. Ал кет. Қожаның жылқышы досы. Жылқышы досы. Жақсы. Қожа кімді жақсы көреді? Жанарды. Жақсы жаным, жақсы көріп, осылай тез қимылда көріп, жарайсың Мағжан. Қожа қандай кейіпкер? Басты кейіпкер. Өте жақсы. Ал енді Мағжанға сұрақ. Қожа кім? Еріншек. Еріншек, тағы? Жалқау. Жалқау. Жантас кім? Қу. Тағы? Қожаның несі? Сыныптасы, е? Жақсы, келесі. Қожа кімді жақсы көреді? Жанарды. Жанарды жақсы көреді. Жарайсың. Міне, бұл ара әдісі бойынша сұрақ қойдық, жауап қойдық. Яғни біз отыра қойдық. Жарайсыңдар. Ерасыл да, Мағжан да өте жақсы сұрақтарға жауап берді. Екі топта өте жақсы тақшасыңдар ма? Кім шаң? Жасынан ал шаң. Сұрақ қоямыз. Менің атым Қожа. Повесінің режиссері кім? Авторы кім? Авторы кім? Дұрыс, Бердібек Соқпақбаев. Жарайсың, жақсы. Мектепте үздік оқитын кім? Өте жақсы. Жанар үздік оқиды, өте жақсы. Қожа кімді жақсы көрді? Кімді жақсы көрді? Жанарды жақсы көрді. Жарайсың. Ал енді сіз Мәдинеге көреді. Менің атым Қожа. Ол есімнің авторы кім? Авторы кім? Соқпақбаев. Өте жақсы. Қожаның шашы кім? Кім алды Қожаның шашын? Кім алды балалар Қожаның шашын? Атаның аты кім? Әбубәкір ата, е? Не деп айтады сонда? Өте қайратты шаш екенсің, әкеңе тартқан екенсің дейді. Жақсы. Келесі. Бір сұрақ қой, сонымен тамамыз. Аяқтайын. Қандай сұрақ? Жанар үздік оқиды, оқушы. Жарайды, жақсы, жарайсыңдар. Міне, яғни ара шағын әдісі бойынша сендер өздеріңіз сұрақ қойып, сол сұраққа жауап беріп, келесі қарсыласың оған сұрақ қойып, оған жауап беріп, осы ара шағын әдісі бойынша біз
Менің атым тоже повестің пысықтар өтті. Жарайсыңдар. Келесі біздің өтетініміз бұл жас тілші әдісі. Әңгімеде біз екі кейіпкерді таңдап аламыз. Қазір мынандай нәрсе беремін. Өздерін таңдайсыңдар осы кейіпкерді. Осы кейіпкерлердің жағымды және жағымсыз жақтарын тілші есебінде айтамыз. Енді қарайық. Орындығымыздың атын қарайықшы. Кімде стикер жазып? Кімде жазып? Орындықтың, отырасың, орындықтың. Кімде екен? Мына қожа тобында Нұртілеуде, Жанар тобында Кәусарда. Яғни бұл екі Нұртілеу менен Жанар осы Кәусар осы топтың топ басшысы болып есептелесіздер. Ал енді мына жерден кейіпкер таңдап екеуі. Милатжанмен кім болды? Кім түсті? Майханова. Осылардың жағымды кейіпкері ма? Қандай жағымды жақтары бар, қандай жағымды жақтары топпен жұмыс істейміз. Ал кірсе ойын. Ал біз өткіземіз. Кім? Жанар менен Жандас екен. Жақсы. Осы екі кейіпкер туралы жан-жақты жағымды жағымсыз жақтарын, ол қандай кейіпкерлер, олардың жағымды жақтары қай жерде, жағымсыз жақтары қай жерде, осы туралы тапсырманы орындайды. Al жақсы балалар, уақыт болды. Кім қай топтайын? Жанар тобы, егерде дайын екен, олай болсын бірінші Жанар тобы. Шығайық, бірінші сендер өткізер. Сендерге берілген жас тілші бойынша бірінші Жандас және Жанар тыңдаймыз. Балалар тыңдайық. Мына топқа берілген жас тілші бойынша қазір Жандас пен Жанарды екі оқушы өзінің жақсы жақтарын, жағымды жақтарын айтады. Жақсы, Жандас тұрып, Мағжан? Жандас мақтаншақ, әркіммен тиісіп жүреді. Жағымды жағы сабақты жақсы оқиды. Өте жақсы, сабақты жақсы оқиды. Ал Ерасыл? Жанар? Жанар үздік оқушы. Әдемі қожаны әрдайым қорғап жүреді. Жанар жағымды кейіпкер. Және оқу озат екен. Өте жақсы. Сонда Жанар да, Жантастың да бұл жерде қандай жақтар айтылды? Жақсы жақтар айтылды. Жарайсыңдар. Келесі қожа тобы шығамыз. Кім шығады екен? Сендерге берілген Милатжан және бұл қожаның анасы және сынып жетекшісі кім? Майханова. Жақсы. Ал бастайық. Милатжан. Жағы қожаны ұнатады. Ол өткен баласы ғой, иә? Ойлайды. Ақыл айтады. Ақыл айтады. Ылғи баласын барлық жақтан естеп жүреді, қорғап жүреді. Жақсы. Ал келесі Майханова. Бұл кім бірінші Майханова? Қожаның сынып жетекшісі. Майханованың жағымды сәрімеді. Ол қожаны қолдайды. Жағымсыз жақтары қожаны түсінбейді. Жақсы, қожаны кейде түсінбей қалады, кейде қожаны жақтайды. Өте жақсы. Майханова да қолынан келгенше отыра қойды. Қожаны да қолынан келгенше анасы тәрбиелейді, ал үйінде мектептегі сынып жетекшісі Майханова оның екінші анасы болған соң қожаны түсінуге тырысады. Өкінішке орай, қожа кей жағдайда бір-бірін түсінбей жатады. Міне жақсы қарайды балалар. Бұл біздегі жас тілші әдісі бойынша әңгімедегі кейіпкерлерге талдау жүргізу. Енді қарайық балалар. Қожа біз қандай кейіпкер дедік? Қожаның қандай кейіпкер дедік?
Басты кейіпкер жақсы. Ол жағында жағымсыз бар. Оның арманы өте көп болды, иә? Кім болғысы келді? Яғни жаны үшін болғысы келді. Ол өз-өзін қай жерде болса да бір жақсы жағын көрсеткісі келеді, өкінішке орай не болады? Жаман жағын көрсетіп қалады. Сөйтіп келіп ең соңында қожа өзі не істейді? Айнаға қарап, өз-өзін тәрбиелейді. Ал жақсы, олай болатын болса, қожа өз-өзін айнаға қарап, қалай тәрбиелейді екен? Көрейік. Жас, еліп шығын. Ертеңнен бастап келіндеп болып бірде-бір баланы төбелеспеймін. Егер өз дейсі үшін, онда қойды. Әйтмесе, көкөкі дамды. Ал егер қоймаса шы? Егер бұл мәселе осына келсе, екінші мәселені көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, ес-бас, кешші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамай, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айтып еді. Тәртіпсіздік істесең өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көреміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Елорнада. Көрдіңдер ме? Яғни бұл жерде кім қожа не істейді өз-өзіне? Өз-өзін тәрбиелеп, қандай оқушы болады екен? Өте жақсы оқушы болады екен. Жақсы балалар. Бүгін біз қожаның, менің атым қожа повесінің авторын, жан-жақты өмірбаянын білдік, оны зерттеді, қандай классик әдісі бойынша Бердібек Соқпақбаев ағамыздың қаншалықты әңгімелері бар, ол қай жерде туды, қай жерде өмірге келді, қай жерде дүние соны жан-жақты білдік. Одан кейін жас кіші бойынша не істедік? Кейіпкерлердің бәріне жеке-жеке дара талдау жасадық. Араша әдісі бойынша әңгімені жан-жақты талдап, өзіміздің сабағымыздың мәресіне жеттік. Сондықтан бүгінгі сабаққа қатысқан қожа тобындағы Нұртілеу, Нұрислам, Мерей, Нұржан, Әсем өте барлығында жақсы қатысты. Келесі жанар тобындағы оқушылар өте белсенді болды. Әсіресе араша әдісінде қимыл, негізі араша әдісіндегі ең басты мақсат ол қимыл болады. Мына жанар тобындағы оқушыларда тез-тез қимыл керек. Сұрақ қойды, сұраққа жауап берді. Осы нәрселер үшін мен сенің бүгінгі қатысқан сабақтардың барлықтеріне жоғарғы баға беремін. Және мына хат жазу әдісі бойынша қазір сендер өздерің қожаға бір тілек жазып, кері байланыс жасайсыздар. Қазір әрқайсысы қожаның көркімен, қожа не болатын болды? Қожа ең соңынан өз-өзін тәрбиелеп, мықты азамат болады. Олай болатын болса, соған байланысты, тез-тез кері байланысты жазамыз. Тез-тез кері байланысты жазамыз. Және мына алма ағашына бүгінгі өткен сабақтағы өздерінің ойларını жазып кетесіңдер. Сабақ сендерге ұнады ма? Қалай өтті? Қожаға жеткізді. Соны қазір мынаған жазып өткіземіз және тыңдаймыз. Бүгінгі үйге тапсырмаға осы қожа туралы, менің атты қожа повесінің ерекшелігі туралы есте жазып, өз ойларымызды толық кеткеніміз. Жақсы, сабақ аяқталды, жарайсыңдар. Кері байланыс жазып әрқайсымыз. Қожаға қарт есебінде бір кері байланыс және алма ағашына бүгінгі сабақ туралы өздерінің пікірлерін жазып кетесіңдер. Кім жазып кетті? Хаттың жаққа салды. Мұғалімге хат әдісіндегі қожаға не жазып? Сәлеметсің бе қожа, сен сабағыңды жақсы оқы, ешқашанда бұзық болма, ананың тілін алу. Өте жарайсың. Келесі. Бәріміз сала береміз. Al sana. Жақсы, мына жерге салып.
Таза баштады. Сабақ туралы келіп байланысты алмағыз. Жақсы. Жақсы болды, сабақ аяқталды. Бүгінгі қатысқан сабақтардың өте жақсы, ризамыз. Жанар тобындағы Каусар, Ерасыл, Мансур, Мәдине, Мағжан өте жақсы. Аял өте жақсы, және Қожа тобындағы балаларға өте жақсы. Thank you.